Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, қопсытқыш, сары май, жұмыртқа және қант ұнтағы. Ең алдымен ұн мен қопсытқышты салып, бір-бірімен араластырып аламыз. Енді сары майды салып, екеуін бір-бірімен араластырып, крошки болғанша жақсылап араластырамыз. Осындай болу керек. Қант ұнтағын саламыз, жұмыртқаны салып, қамыр болғанша илейміз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабысатын болады. Содан соң салафанға салып, тоңазытқышқа 20-25 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын жасаймыз. Бізге қажет сүзбе, жүгері ұнтағы, жұмыртқа, қаймақ және қант. Барлығын сүзбеге салып, блендермен сұйық масса болғанша жақсылап араластырамыз. Консистенциясы осындай болу керек. Менде 22 диаметрлік форма, жандарын осылай сары маймен майлап шығамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, екі бөлікке бөлеміз де формамызға жайып шығамыз. Бірінші бөлікті астына жайып шығамыз, біркелкі етіп. Екінші бөлігін жандарына жайып шығып, осылай қасықпен туралап шығамыз. Енді салмасын құйып, біркелкі етіп жайып, 180 градус қызып тұрған пешке 40-45 минут пісіріп аламыз. Пирогты өзіңіздің қалауыңыз бойынша жидектермен әсемдесеңіздер болады. Мен таңқураймен әсемдедім. Пирог піскен соң толықтай суытып, формадан босатамыз. Біздің пирогымыз дайын, өте жұмсақ, үлпілдек болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз каналымның дамуына өте маңызды.